Muallif rahimahullah aytadi: "Wa huwa fi Ramazan akad siyama fil ashr al-awakhir minhu." İtikaf төбеде айтылғандай барлық уақытта бола береді. Бірақ Рамазанда көбірек қызықтырылған. Рамазанның ақырғы 10 күнінде абзалдау. Төбеде Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтқандай, Наби саллаллаху алейхи ва салламның жағдайына қарап сол нәрсені білеміз. ويستحب الاجتهاد في العمل فيها деватыр. Яғни сол этикафта отырғанда сол ақырғы 10 күндерде болатын болса көбінесе көп амалдарды, жақсы амалдарды істеуге әрекет қылу керек. Сол мустахаб болады. Айша радиаллаху анха айтады: Наби саллаллаху алейхи ва саллам Рамазанның ақырғы 10 күні кірген уақытта түннің барлығын ұяу өткізуге әрекет қылатын. Және үйдегілерді, жан үйесіні ұятатын ұйқыдан уашаддал ми'зар деватыр. Яғни ол әйелдерге сол түндерде көп жақындамай қоятын. Не үшін? Құлшылықпен көбірек болуға. Адам көбірек сол уақытты құлшылықпен өткізуге әрекет қылады. Хадис сахихайында. Себебі ол түн, сол ақырғы 10 күнде басқа жылдардың ешбір түнінде болмаған жақсылықтар бар. وقيام ليالي القدر قدر түндерін тұруда мустахаб болады оған. Наби саллаллаху алейхи ва саллам бұл қадыр түнін баяндаған. Аллах субханаху ва таала қадыр түнін баяндап айтады: "Инна бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна анзарнаху фи лейлатил қадр." Біз Құранды қадыр кешесінде түсіргенбіз дейді. "Ва ма адрака ма лейлатул қадр." Лейлатул қадр екенін, лейлатул қадр, қадыр түні не екенін қайдан білетін едің сен? Лейлатул қадри хайрун мин альфи шахр. Қадыр түні, яғни онда болған амалдар хайрун мин альфи шахр. Қадыр кешесі болмаған 1000 айдан көре абзал деп отыр. Наби саллаллаху алейхи ва саллам Имам Бухари және Муслим шығарған хадисте айтады: "Ман қама лейлатал қадри иманан ва ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин замби." Кімде-кім қадір түнін иман келтіріп оның шариғатта екеніне және оның әжірін үміт етіп ниеті дұрыстанып қадір түнінде құлшылықта болып ибадатта болатын болса, ғуфира лаху ма тақаддама мин замби, оның өткен күнәлары кешіріледі дейді. Бұл түнде құлшылық қылу өткен күнәлардың барлығына кешірілуіне себеп болуы, момын адам сол түнді іздеп, сол түндерде жақсылық амал істеуге әрекет қылу керек. Енді сұрақ келеді: осындай бір жақсылықта болған түн қай түн екен деп. Бұл мәселеде ғалымдардың арасында хилаф бар. Бірақ Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтқандай, қадір түні ақырғы 10 күнде көбірек болады. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллам қадір түнін ақырғы 10 күнде іздеңдер дейді.
Hadis Bukhari Müslim'de. Sol 10 күннің ішінде витр және яғни тақ болған түндерде көбірек болады. Себебі Наби саллаллаху алейхи вассалам басқа бір хадисте, имам Бухариді шығарған хадисінде тахаррау лайлатул қадри фил витри минал ашрил ауахир. Қадір түнін ақырғы 10 күннің тақ түндерінде іздеңдер деп отыр. Сахабалардың кейбіреулері 27-ші түнде болады деген. Бірақ бұл тек қана 27-де болады дегені сөзі дұрыс емес. Себебі Аллаху алам, Наби саллаллаху алейхи вассалам уақытында Қадір түні 21-ші түнде де болған. Қадір түнін Алла жағынан жасырылған екенінде өте бір үлкен бір даналық бар. Ол жақсылық момын пендеден сол ақырғы 10 күнде Аллах субханаху ва тааланы көп еске алып, көбірек құлшылық қылуменен Алланың ризалығына жетуге бір себеп болады, ол жасырын болуы. Сол түндерде жылдың басқа түндерінде болмайтын иштихаттар, әрекеттерді қылады. Басқа уақыттарда істемеген құлшылықтарын сол түндерде істеуге әрекет қылады. Пенде қай бір жақсылықты егер іздесе, сол жақсылықтың дәрежесіне жараса, амал істеу керек болады. Өткендегі хадистегі сияқты, Наби саллаллаху алейхи вассалам ақырғы түн келсе, ақырғы 10 күн келетін болса Рамазанның, сонда өзде ұяу болады, жанүйесінде ұятады, және әдетте мубах болған амалдарды да көбінен тыйылады. Себебі бір түнде тұру менен өткен күнәлардың барлығы кешірілу болған бір жақсылыққа жету, бұл үлкен бір бақыт. Бұл түндерде Аллах субханаху ва таалаға дуа қылу менен, намаз оқу менен, зікір ету менен өту керек. Кейбір жағдайларда, кейбір адамдардан болып қалады, 10 күннің ешбір түніне мән бермейді да, 27-ші түнде барлығы жиналып, адамдар бір жерде жақсылап тамақ жеп, тамақ істеп, сол жерде сөз әңгімемен өткізеді. Азғантай бір уақытта құлшылық қылып қойса қылды, болмаса жоқ. Қадір түні деген мейрам қылынатын түн емес ол. Жеп ішіп, бір уақытты осындай бір жиналыстармен өткізетін уақыт емес ол. Ол түн Аллаға құлшылықпенен өткізетін түндер болады. Аллах субханаху ва таалаға жалбарынатын, дүние ақыреттің жақсылығын сұрап, Аллах субханаху ва таалаға құлшылық қылынатын түнде ол. Айша радиаллаху анха Наби саллаллаху алейхи вассаламға айтады: "Я Расулаллах, егер мен Қадір түніне сай келіп қалсам, не амал істейін мен?" дейді. Сонда Наби саллаллаху алейхи вассалам: "Ей Аллах, сен кешірімдісің, кешіруді де жақсы көресің, менің күнәларымды кешір" деп дуа қыл дейді. Хадис сунанда, хадис сахih.
Осы түнді Қадір кешесін кейбір белгілері бар. Шариғатта баяндалған кейбір белгілерді адамдар өздері ойлап шығарған. Ол ойлап шығарылған белгілер ешқандай бір шариғатқа сай емес. Амма шариғатта келген белгілерінен айтылатын болса, Наби саллаллаху алейхи уассалам айтады, Қадір түні өткен таңда, күн шыққан уақытта оның нұры болмайды дейді. Күн шыққан уақытта нүрлі болып шықпайды, тура бір шара сияқты көтеріледі, домалақ болып. А ол Қадір түні ыстықта болмайды, суықта болмайды дейді Наби саллаллаху алейхи ва саллям. Хадис бұл Сахih Ibn Хузаймада. Бұл белгілерді білуден көп пайда жоқ. Себебі адам бұл белгілерді біліп содан кейін істеймін десе, амал қыламын десе, ол белгілерді білмей, таба алмай, мүмкін жақсылықтан махрум болып қалуы мүмкін. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Қадір түрінен махрум болған адам ақиқатта махрум. Махрум дегені, яғни жақсылықтан нәсібесіз қалған адам. Амма адамдар өздері тауып алған әр түрлі бағанағы Қадір түнінің белгілерін айтатын болсақ, олардың барлығы қандай түрде, қандай бір сипатта айтылған болса, олардың бәрі бекер сөздер. Солардың бірі, сол түнде иттер үрмейді, сол таңда қораздар қышқырмайды, сол түнде Хыдыр алейхиссалату вассалам келеді. Соған ұқсаған әр түрлі бір қиссалар немесе әңгімелер өсек, оның барлығы шариғатта жоқ. Бәлкім Қадір түні деген уақытымызда ол тек қана жақсылық амалменен істеуге, жақсылықпенен өтуге әрекет қылу керек. Себеп төбеде айтылғандай, Қадір түнінде сондай бір ерекше жақсылық амалдар бар.